Ата көрген оқ шонар, ана көрген тон пішер деген бабаларымыздың сөзін бойыма бала күннен сіңіріп өстім. Ер жетіп, бозбала бола бастаған шағымда жер дүние жаратылып, ата заманнан бері айтылып келе жатқан махаббат менің де бойымды билеп, айдай көркем ай сәулеге ғашық болдым. Бақыттан бал-бұл жайнап жүрген кезімде қуанышымды бел ортасынан басқан әкем еді. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық деп бастаған әкемнің әңгімесінің басы ұнағандай болып еді. Менің ойымда қазір әкем сүйген қызың бар болса көп уақытты өткізбестен тезірек әкел дегенді айтады деп өзімді іштей қуанышты жаңалықты естуге дайындадым. Әкем осы сөзді айтысымен дереу ай сәулеге барып, қалайда оның разылығын алып, өмірлік серігім етемін дедім іштей. Шіркін, адамның қиялына, арманына шек бар ма? Қанша тұсаулап қойсаңдағы қиял өзінікін істейді. Әкем сөзін енді ғана бастаса да, арада өткен 1 минут уақыт ішінде мен қиялыммен дүниені шарлап шыққанмын. Дәл бір керемет жеріне жетіп, биікте қалқып ұшып жүргенімде бірден жерге топ етіп түсіп кетерімді кім білген дейсіз? Әкемнің сені кішкентай күніңде атастырып, сөз байласып қойған құдаларымыз бар. Кімге үйленетініңді мен анықтап қойғанмын. Сондықтан басқа біреуге жүрегіңнен орын беріп, әуре сарсаңға түсіп жүрме деп кесіп айтты. Әке қарғысы туралы жас күнімнен хабардар болған мен, әкемнің талабын аттап кете алмасам да, кеудемді кернеген махаббат отын қалай басатынымды білмей, мең-зең күйге түскенмін. Бойымды билеген ғашықтық сезімінен әке үміті, әке сөзі басымырақ болғандықтан көніп, келісім беріп, олар таңдап қойған қызға үйлендім. Біздің уақытта қазіргі күнгі жастар сияқты әкені тыңдамау немесе ата-ананы ренжітіп кету үлкен қателік саналатын еді ғой. Десе де, қай әке баласына жамандық тілесін? Маған өмірлік жар қылып қосқан ару, ана тәрбиесін бойына сіңіре білген, инабатты жан екені алғашқы сөздерінен ақ көрініп тұрған еді. Өзім қалап алмағанмын деп, адал болып келген жазықсыз жарға теріс қарауға болмайды. Бір шаңырақ астында күнделікті тіршілікпен айналысып жүріп, бір-бірімізге бауыр басқанымыз соншалық, оған дейін маздап жанған махаббатымның қайда қалғанын өзім де аңғармай қалғанмын. Алған жарымның тірлігіне, мінезіне, қылығына риза болып жүріп, менің шынайы махаббатым әйеліме арналғанын түсіндім. Расында да, алғашқы махаббатты ұмытып кету оңай емес. Ал әйелім соны ұмыттыра білді. Егер әйелімнің мінезі шәлкес, тұрақсыз, түсініксіз болғанда мен әлі күнге дейін ай сәулені аңсап жүрген болар едім. Осыдан ақ әйелдің махаббаты еркекті өзгертіп жібере алатындай құдіретті екенін мойындағанмын. Алла тағала маған ұл мен қыздың санын бір-бірінен асырмай 3 қыз, 3 ұлды болуды нәсіп етті. Оларды бар ықыласыммен тәрбиелеп жүріп, ер қызығарлықтай үлгілі отбасына айналдырып үлгердік. Бала тәрбиесінде де ананың рөлі айтарлықтай маңызды екен. Әйелім бала тәрбиесінде де жақсы қырынан көрінді. Орта жастан ассақ та, арамыздағы құрмет, сыйластық әлі сөнген жоқ. Соның бірі бала тәрбиесінде жаңылмағандығымыз. Ол перзенттерімізге ата-анасының мерейін үстем етуді бірінші кезекке қоятын, ақылды боп өсуге көп жағдай жасады. Қыздарымыз ата-ана үмітін ақтап, елдің алдында жүзімізді жарық етті. Қыздарымызды ұзатып, құтты орындарына қондырғанбыз. Олар үшін алаңдай қоймағанмын. Оларға нендей қиындық туса да, дұрыс жолды таңдай біледі. Үлкеннің кеңесіне құлақ түреді. Қыздарым енелерімен ылғи ақылдасып отырғандықтан, енесі босағасына сыйдырып, келініне жағдай жасап беріп отыр. Біздің бақытымыз балаларымызбен байланысты ғой. Олар
барған жерінен құтты орын тауып отырса, біз ата-аналардың да бақыты толық болады. Осы қыздарымыздың тәрбиеден ақсақтамай, қадамдарын ойланып басып, бүтін отбасы болып отырғанын көріп, төбем көкке жетеді. Бірақ ұлдарымды үйлендіру үшін үлкен ұлымнан бастап аяқтандыруды ойлап жүргенде, көңіліміз су сепкендей басылып қалды. Біз үлгі-өнеге көрген қаракөз қазақ қызын келін қыламыз десек, ұлым бізден бұрын әлде қашан өз таңдауын жасап қойған екен. Ұлымның қазақтың қызынан кәрістің қызын артық көріп, оны босағамыздан аттатқаны жанымызға жара салды. Ұлымның әке сөзін жерге тастап, сүйгенін бәрінен жоғары қойғанын көргенде, заманның өзгеріп бара жатқанын сол кезде түсінгенмін. Әйтпесе, менің де сүйген қызым болды емес пе? Алғашқы махаббатымды қимасам да, әкемді тыңдап, айтқанына көнгенмін. Бірақ менің ұлым мұндай ақылды қадам жасай алмады. Ол ақылға емес, сезімге бағынып, бәрімізден бас тартты. Беташа рәсімінде ел-жұртқа қарайтын бетіміз жоқ. Әйелім екеуміз де жұрттың сөзінен қашып жүрдік. Дәл бір қасымызға келіп, бетімізге басып, келінді өзге ұлттан алғанымыз үшін бізді жазалайтындай болып, жанымыз жай таппады. Амал нешік? Раббымның жазғанына мойынсынудан басқа шарамызда қалмаған еді. Ұлымның бізге айтар тағы да бұйымтайы бар екен. Сүйіктісімен бірге ел асып кететінін, барлық құжаттары мен билеттерін дайындап қойғаннан кейін барып жеткізді. Ұлымды алған бетінен қайтармақ болғанымнан түк шықпады. Жат елге қимай, шырылдап жылаған анасының сөзін құлағына ілмеген ұлым үнсіз кетті. Сол кеткеннен арада 14 жыл өтіпті. Осы уақыт аралығында ұлымыздың дидарын бір көрген жоқпыз. Ең құрығанда байланыс құралдары арқылы да даусын естіп, аман-есен екендігінен хабар бермеді. Құдайдың бір қысқаны болса, бір берері бар демей ме атам қазақ? Қалған екі ұлым ағасынан көргенін қайталайды ма деп қорыққан едім. Жоқ, олар ағасының әрекетінен ата-анасының жағдайы мүшкіл халге түскенін көрген соң жиренген ғой. Олар анасына ұнайтын қазақ қыздарына үйленді. Бүгінде екі ұлымнан 9 немере көріп отырған жайым бар. Олардың қызығын көріп, қылығына балаша қуанып отырмыз. Ата деп келіп, мойныма асылғанда марқайып қаламын. Кәрілік кезеңдегі ең бақытты, қуанышты сәттер біз үшін осы немерелеріміздің күлкісі мен қылығы. Олар болмаса, ажалымызды күтіп, уайым астында қалып, әлде қашан жамбасымыз жерге тиіп кетер еді. Келіндеріміз де құт болып келген, енесіне серік болып, жалғыз қалдырмайды. Екі келіннің басы бір шаңыраққа сыйып, бірліктің тұтқасын бекем ұстап отыр. 3 қыз, 2 ұлым бақытқа жеткізіп отырғанымен, көңілім елден жырақта жүрген ұлымды ойлап алаңдайды. Кәріс келінімнің ұлымды хабар-ошарсыз алып кетерін білгенімде, ұлымның көңілі өксісе де қарсы тұрып, өзге ұлт қызына үйлендіруге жол бермес едім деп, өз ойыммен арпалысумен күндерім өтіп жатыр. Сондықтан да мен өзге ұлттан қыз алуға, қыз беруге қарсымын. Менің бұл қарсылығым өзге қазақ шаңырақтарына ой салса екен деймін.